Бірінші, ораза тұтпауға рұқсат берілген адамдар ауру кісілер, сапардағы кісілер, одан кейін емізулі әйелдер. Бірақ ол емізулі әйелдер, жүкті әйелдер деген сияқты кісілер дәрігерлермен ақылдасқан дұрыс. Жүкті әйелдер әсіресе. Дәрігерлермен ақылдасып, өзіне, ішіндегі баласына зиян келмейтін болса, онда ұстаса болады. Ал зиян келіп қалатындай қауіп бар болатын болса, онда ұстамайды. Бірақ кейін қазасын өтеп береді. Дәрігерлермен ақылдасады, сол білікті, білімді дәрігерлер айтады. Бірақ бізден сұралады, ауырып жүретін дәрігерлер ораза ұстамауға кеңес беріп жатыр деп хабарласады. Біз оларға айтып жатырмыз, бір ғана дәрігерлермен шектеліп қалмау керек. Тағы да бір 2-3 дәрігерлермен, басқа дәрігерлермен ақылдасыңыз. Өйткені кейбір адамның тәжірибесі аз болып қалуы мүмкін. Кейбір адам асығып тұрып жауап бере салған болуы мүмкін деген сияқты басқа да түрлі дәрігерлермен кеңесіп ақылдасқан жақсырақ болады. Мен өзімде мынау діни сұрақтар қойылғанның өзінде де сол шәкірттерімізге, мысалға кісілерге айтарым, басқа имамнан да сұрақ көріңіз. Өйткені мен өте бір сауатты имам емеспін ғой. Басқа кісілердің басқа жағынан, басқа қырынан айтып көру мүмкін деген сияқты кейбір мәселелерде. Тура сол сияқты дәрігерлермен ақылдасып көреді. Енді мынау туберкулез сияқты, рак ауру сияқты, басқа да ауруларда енді ораза ұстау әрине қиын. Бірақ кейбір кісілер, кейбір ауырып жүрген кісілер Алланың разылығы үшін деп ешкімді тыңдамай кейде ораза ұстап жатады. Кейбір кісілер бар. Құдайдың құдіреті керісінше сол оразасы оған пайда береді, ем болып кетеді оған. Ем болып толық жазылып кетіп жататын кісілер бар өмірде. Негізі ораза тек қана пайда ғой ол денсаулыққа. Оны бір қиын көріп бір андай проблема ғой деген сияқты ойлап жататын кісілер болатын шығар. Бірақ Алла Тағала біздің денсаулығымыздың дұрысталуына беріп жатқан дүние негізінде ораза. Шынайы қарап тұратын болсақ. Өзі ораза ұстаудың шартында күндіз таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп жеуден тыйылу және жыныстық қатынастан тыйылу. Өзі осы екі-ақ нәрсе негізінде. Ал енді бірақ соған қосымша мынандай жағдайлар орын алуы мүмкін. Мысалға адам ішіп жеуден тыйылып жүр, жыныстық қатынастан күндіз тыйылады, белгілі, бірақ ауырып қалуы мүмкін. Немесе ораза ұстап жүрген адам сапарға шығып кетуі мүмкін. Сапарда ұстай беретін болса, қиналмайым ұстайым десе де рұқсат, жоқ сапардамын аузымды ашамын дейтін болса да рұқсат. Кейін қайта орнын толтырып береді. Сосын оразаны бұзатын тағы бір жағдай, аузы толып құсатын болса. Аузы толып құсса, оразасы ашылып кетеді. Еріксіз бір құсқысы келді, бірақ құсқан жоқ, жүре беретін болса ештеңе етпейді. Құса салайыншы деп қолын салып, құсудың өзінің еркімен құсудың әрекетін жасайтын болса да, оразасы бұзылып кетеді. Ал енді бір дүниені, бір нәрсені жеп отыр, ішіп отыр суды, немесе бір нәрсені жеп отыр, оразасын ұмытып, сол кезде біреулер ескертсе, оның ораза екендігін ескертсе, немесе өзінің есіне түсетін болса, тоқтатып қоятын болса, ораза бұзылмайды. Ал егер сол аузында шайнап тұрған нәрсесін ораза емес пе едің деп еске түсіргенде, я оразамын ғой деп тұрып, біліп тұрып жұтып жіберетін болса, оразасы бұзылады. Ал білмей қалып ішіп жесе, оған бұзылмайды. Анау аузында тұрған нәрсесі біреу ораза екендігін ескерткен кезде, сол жерден тоқтата салатын болса, бұзылмайды. А бізде жұта салатын болса, немесе бәрі аузым ашылып кетіп тұр, енді ішіп жеп қойыппын ғой деп қайттан ішіп жей беретін болса, онда оразасы бұзылады ол кісінің. Оның да несі көп емес. Сол жаңағы ораза ұстап жүрген адам ауырып қалатын болса, оразасын қаза қылып кейін ұстай береді. Аузын ашу керек болып қалса, дәрі-дәрмек қабылдау керек болып қалды дегендей. Екіншісі сапарда шыққанда, одан кейін үшінші, мынау әйел балдарындағы ай сайын келетін етек кір мәселелерінде тоқтатады да оразасын. Кейін аман-есен өтеп шыққаннан кейін, жазылғаннан кейін, немесе сапардан келгеннен кейін, немесе жаңағы тазаланғаннан кейін оразасын жалғастырады. Рамазан айы бітіп қалса да, сол күндердің орнын күнбе күн толтырып береді. Осындай жағдайларда. Негізі бетін
сүю мәселесінде енді өз туысқан арасында, жақын ерлі-зайыптылар арасында ғана дүние ғой енді ол. Мысалы, кейбір жерлерде мынау келіндердің бетін сүйіп жатады қайнағалар, енді ол харам, ол дұрыс нәрсе емес енді ол. Орайы келгенде айта салайық деп жатқанымыз. Негізі ораза кезінде Пайғамбар саллаллаху бір кісі келіп, ораза едім, әйелім бетінен сүйдім, оразамды бұза ма, бұзбай ма деген кезде бұзбайды деген. Ол кісіден кейін тағы да бір кісі келеді да, тура жаңа кісінің сөзін қайталайды. Пайғамбар саллаллаху бұзат, сүюге болмайды деп айтқан. Сөйтсек, кейін ол сахабалар айтады, ана бірінші келген кісі қария кісі еді дейді, екінші келген кісі жас жігіт еді дейді. Жас жігіт бетін сүйем деп, ары қарай шахуат оянып кетуі мүмкін болғандықтан, жас жігіттерге әйелінің бетін сүюге күндіз ораза кезінде тыйым салынып отыр, ал қарияларға рұқсат деп айтады, қарияларға жаңа. Сондықтан өзін ұстай алатын адамдарға бетін сүйе алады, ал өзін ұстай алмай қалам дейтін ер азаматтар болатын болса, онда бетін сүймей тыныш жүргені жақсы оразаның күнінде. Оны кейін бәрібір Рамазаннан кейін оның орнын қаза ұстап бере салам дегенде де оразаның кезіндегі сауапты аламайды да, ол Рамазан кезіндегі сауапты аламай қалады. Негізі жалпы оразаның шартында кешке немесе түнде міндетті түрде ертеңгі күні ораза ұстаймын деп ниет қылып жату керек. Сол үшін ауызашар уақытында дұғаға мән беретін болса, Раббым бүгін ұстаған оразамызды қабыл ет, сенің берген ризығыңмен ауыз аштық, және Рамазан сол оразасын ұстауға, ертеңгі күнгі де ұстауға нәсіп ет деп дұға қылып жатамыз. Сондықтан жатар кезде міндетті түрде ертеңгі күнгі де ораза ұстауға деп ниетпен жату керек. Бұл парыз. Бұл парыз негізінде. Сонда сәресіге ұйықтап қалған адам ештеңе ішпестен, жеместен оразасын жалғастырып кете береді. Рамазан айында ұйықтап қалып, сәресіге ұйықтап қалып, енді күн шығып кеткеннен кейін, немесе таң атып кеткеннен кейін ниет еттім, Рамазан айының оразасын ұстағанға деген сөз жатпайды енді. Ол оған жатпайды. Рамазандық жатпайды. Ал нәпіл кезде ештеңе, нәпіл ораза ұстайтын адам ештеңе ішпестен, жеместен күндіз ұйқыдан оянса, сәрес ішетін уақытын өтіп кеткен, ниет еттім, нәпіл ұстауға дей берсе бола береді екен. Ал Рамазан айында ол болмай қалады. Сол үшін біз түнде, кешке, жатарда жаңағы ниетімізді айтып жатуымыз парыз ол. Сол үшін сәресіге ұйықтап қалса да ештеңе ішіп жеместен оразасын жалғастырып кете береді. Ораза ұстаған адамға, бір адам болса да, 5 адам болса да, 3 адам болса да, ораза ұстаған адамға ауызашар берген адам, сол ораза ұстаған кісі қандай сауап алса, дәл сондай сауапты алады. Бірақ ол ауызашар беріп жатқан адам, ораза ұстамаған кісі болса, ана кісінің, ораза ұстаған адамның оразасындай сауапты алады, бірақ оның мойнынан ораза ұстады деген міндет түспейді. Ораза ұстамаған адам қанша ауызашар берсе адамдарға сонша сауаптар ала береді. Бірақ ораза ұстады деген қарыз мойнынан түспейді. Ол тұра береді мойнында. Ал енді денсаулығы жоқ адам ауызашар беретін болса, ол сауабын алады, бірақ ораза ұстауға денсаулығы жоқ адамға парыз емес қой енді ораза. Ораза ұстаған адам қатты ашуланса да, өтірік сөйлеп қойса да, жаман сөз айтып қойса да, оразасы бұзылмайды. Бірақ сол күнгі ұстаған оразасын сауабын алмайды. Бұл есептеледі екен. Кейбіреулер жаман сөз айтып қойдым, оразам ашылып кетті деп, бірден ішіп жей салуы мүмкін. Мысалға. Жоқ, ол адам толық күнді батқанша аузын бекітеді, бірақ оразаның сауабын алмайды. Ондай адамдар исламның 5 шартының біреуін орындап жатыр. Намазын орындап жатқан жоқ, бірақ Рамазан келгендегі оразасын ұстау парызын өтеп жатыр. Сондықтан ол адамға сен оразаң дұрыс емес деп айтамаймыз, қабыл емес деп мүлдем айтамаймыз. Ол ораза ұстап жатқан адамның, намаз оқып жатқан адамның оразасын қабыл болған болмаған біз білмейміз. Сондықтан ондай адамдарға намазың жоқ, сен оразаң дұрыс емес деп айтатын адамдар Құдайдан қорқу керек. Ол анық имамдардан, ұстаздардан бірінші біліп, сұрап алып, сосын барып айтқан дұрыс болады. Бекерге біреудің намазда жоқ, ораза ұстап жүрген, бір парызын орындап жүрген адамның оразаң дұрыс емес дейтін болса, оразасын тастап қоятын болса, ана кісі де соның күнәсін мойнына алады. Сондықтан Рамазан айы келгенде ораза ұстап жүрме, қабыл болсын, рахмет,
Алла разы болсын, енді намазында қосып алсын, бірге оқып кетсін, жалғастырып кетсін деп ниет тілек дұғамызды айтып құттықтап қойғанымыз жақсы болады. Бірге оқып кеткені әрине жақсы болады. Ал енді намазын әлі түсе алмай жүрсе, оған әлі тақуалығы, иманы әлі артпай жатса, енді Құдай Тағалам арттырсын баршасына. Намаз оқып жүріп тастап кететін кісілер болады, керек болатын болса, ол біреуге жаңағыдай артық сөз айтамын деп жүріп. Сондықтан керек емес, қабыл болсын оразасы, намазын бастап кетсін, сол оразамен бірге. Мынау Рамазан айынан басқа уақыттарда, мысалға айт күндері ораза ұстау мәкрух болады. Одан кейін тек қана жұма күні ораза ұстау мәкрух болады. Одан кейінгі мәкрух оразаның бірі, адам сәресіне тұрмайды, кешке аузын бір нәрсемен ішіп жеп ашпайды. Ертеңінде де сәресіге тұрмайды, кешке ештеңе жемей оразамын деп жүре береді. Бұл ораза мәкрух ораза екен. Міндетті түрде ауыз ашатын уақытта, Пайғамбар саллаллаху айтқандай, құрмамен тапса, болмаса сумен ауыз ашсын деген хадисі бар. Міндетті түрде бір нәрселерді ішіп жеп, бір халал нәрселерді ішіп жеген дұрыс болады ауыз ашатын уақытта. Енді сәресіне тұрса өте жақсы болады, берекелді болады. Мен сол сияқты сенбі күні де, тек қана сенбі күні ораза ұстаймын дейтін болса, ол да мәкрух екен жағы. Одан кейін Ашура күні бар бізде. Ашура күні ораза ұстаймыз, бірақ еврейлерге ұқсап қалмау үшін алдында бір күн қосамыз, немесе артынан бір күн қосамыз жаңағыдай. Ал егер тек қана бір-ақ күн Ашура күні ғана ораза ұстаймын деп ұстап қалатын болсақ, онда ол мәкрух болып қалады екен. Я алдынан, я сол күннен кейін күнді ораза ұстайтын болса, өте бір керемет оразалардан болып есептеледі екен. Негізі ғалымдарымызда болады деген кісілер де болған екен, болмайды деген кісілер де болған екен. Бірақ көп ғалымдар негізі қайтқан кісілердің атынан намаз оқу, ораза ұстау дұрыс емес деп фатуа берген екен. Бірақ дұға жасау, олардың атынан садақа беріп тұру, ол енді ол барлық ғалымдар құптаған, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ондай кісілерді мақтаған, жаңағы ол нәрсе бар. Ал енді ораза ұстау, қайтқан кісінің атынан ораза ұстау, енді ол шариғатымыз құптамайды екен. Көп ғалымдар солай айтады.